Аль Капоне. Бұл ат іс жүзінде мафия сөзінің синониміне айналды. Тіпті ақш тарихын мүлде білмейтіндер де оның есімін естіген шығар. Оның өмірбаяны ондаған режиссерлерді фильм түсіруге шабыттандырды. Ал әлемнің түкпір-түкпірінен келген рэп әртістері қылмыс туралы әндерін жазды. Көбінесе Капоне гангстерлерінің әңгімелерін қолданды. Аль Капоне кім болды? Ол қалай әлемге әйгілі болды? Және оны кім жеңе алды? Сонымен Альфонсо Капоненің өзі 1899 жылы Нью-Йорк қаласында Бруклин маңындағы итальяндық иммигранттар отбасында дүниеге келген. Отбасы үлкен және кедей болды, бірақ мафияға ешқандай қатысы жоқ еді. Әкесі шаштараз, ал анасы тігін шеберханасында жұмыс істеді. Бала кезінен қиын мінезді болды. Альфонсо 6-шы сыныпта мұғалімді ұрғаны үшін мектептен қуылды. Ол өте оғаш мінез құлықты бала еді. Ол 14 жасында жұмысшы және жүк тиеуші болып жұмыс істеді. Ал 1-2 жылдан кейін бильярд клубына күзетші болып жұмысқа қабылданды. Оның күшті дене құрылымы болды. Бұл клуб иелерін қызықтырды. Кейінірек ол өзі ойнай бастады және достар тапты. Оны толық емес жұмыс күніне банда жалдады. Капоне көп ұзамай оның бандасының бір бөлігі болып, қылмыс жетекшісі Джонни Ториомен кездесті. Бір күні Капоне Фрэнк Галуччимен ұрысып қалды. Ол пышағын алып Альфонстың бетін кесіп алады. Содан бері оның сол жақ бетінде ерекше тыртық болды. Сондықтан ол Шамық деген лақап атқа ие болды. Ол оны шынымен ұнатпайтын. Кейінірек Капоне барлығына Бірінші дүниежүзілік соғыстағы шайқастарда ол ешқашан қызмет етпесе де, Антанта жағында тыртық алғанын айтты. Шамық деген ол лицо со шрамом. 1917 жылы Аль Капоне Нью-Йорктегі 2 кісі өлтіруге байланысты полицияның күдігіне ілікті. Ол өзінің бастығы Торионың соңынан Чикагоға барды. Гангстер мансабының басталуы. Аль Капоненің даңқы Чикагода басталды. Оның бастығы жезөкшелер мен құмар ойындарды қадағалап жүрді. Ал 1920 жылы ақш-та құрғақ заң енгізілді. Алкогольді сатуға тыйым салынды. Тыйым салулар бар жерде әрқашан оларды бұзуға азғырылады. Өйткені сұраныс сақталады, бірақ ұсыныс жоқ. Джонни Торио алкогольді астыртын өндіру үшін банкротқа ұшыраған алкогольдік кәсіпорындарды сатып алу арқылы орнын толтыруды ұсынды. Бұған Чикаго мафиясының бастығы үлкен Колосима қарсы болды. Джонни Торионың ағасы болған ғырмыстан ол оны өлтіруге бұйрық берді. Америка құрама штаттарында ботлегинг тарихы осылай басталды. Алкогольді заңсыз өндіру және сату. 1920 жылдардың басында Аль Капоне Торионың оң қолы болды. Оған ол рэкетін жүргізуге көмектесті. Ол кезде итальяндық мафияның басты бәсекесі ирландиялықтар болды. Бір күні олар Торионың есепшісін өлтірді. Содан кейін Аль Капоне қылмыскерді тауып, тапа-тал түсте мейрамханаға кіріп, оған пулеметтен оқ жаудырды. Полицейлерді таң қалдырғаны куәгерлер табылмады. Ал полицияның өзі көп ұзамай істі жауып тастады. Осы уақытқа дейін Торио, Капоне және олардың адамдары полиция қызметкерлері мен шенеуніктерін Чикагода ұстады. Және бәсекелестер туралы айтатын болсақ, олар болмады. Аль Капоне олармен күрескенді ұнататын. Ол Джонни Торионың көмекшісі болған кезде оған келесі көшеде ирландиялықтардың сыраны арзанырақ сататын туралы хабарлаған. Ол көлігіне мініп, Томми Ган кейін Чикаго мафиясының символына айналды. Томми Ганды алып, бәсекелестер сыра сатып жатқан үйді атып тастады. 1925 жылы 24 қаңтарда Джонни Торио көлігіне солтүстік жағындағы банда шабуыл жасады. Ол бірнеше ауыр жарақат алды. Содан кейін атқыштардың бірі басынан оқ атпақ болды, бірақ оның мылтығы кептеліп қалды. Аты аңызға айналған қылмыстық империя Чикаго мафиясының негізін қалаушы Джонни Торио аман қалды, бірақ бандиттер әлемінен кететінін жариялады. Ол өзінің мұрагері ретінде Аль Капонені тағайындады. Чикагода жаңа патша пайда болды. Әлемдегі ең атақты мафиоз Аль Капоненің бірінші қадамы оның қарсыласы Ирландияның солтүстік жағындағы банданы жою болды. Капоненің көптеген таныстары мен достары зардап шекті, бірақ соңында ол жеңді. Мұның барлығы Валентин күні болды. 1929 жылы Чикагода Ирланд гангстерлерінің конгресі өтті. Кенет бөлмеге көптеген полицейлер кірді. Алғашында Нордсайдтың жігіттері мұны қателік деп ойлаған. Себебі бәрі полициямен келісімде болған. Бірақ бәрі қабырғаға дейін бұйрық келгенде, олар полицияның әзіл қалжыңға келмейтінін түсінді. Тұтқындаудың орнына
өлім жазасына кесу басылған кезде ирландиялық мафияның таң қалғанын елестетіп көріңізші. Шындығында олар Аль Капоненің бетперде киген ұлдары болатын. Осындай қантөгіс кезінде итальяндық мафия бәсекелестерін жазалап, жоғалған жауынгерлерін өшін алды. Аль Капоне қалай ақша тапты? Біріншіден, алкогольді астыртын сату бойынша. Ол ақш-та да шетелде де шығарылды. Екіншіден, жезөкшелер мен казиноларда. Сонымен қатар Аль Капоненің сүт өндіру жоспары болды. Сөйтіп, бөтелкелер сүтке арналған деп ішімдік бизнесін жасырғысы келді. Бірақ мұнда да ол ақша тапқысы келді. Көрші штаттан арзанырақ сүт сатып алып, құйылған күні мен орны көрсетілген этикеткаларды ауыстырып, оны Чикагода жергілікті сүт ретінде сатқысы келді. Айтпақшы, ол да өз кірісін кір жуатын орындар желісі арқылы жұмсаған. Әлемге ақшаны жуу деген сөзді берген Аль Капоне болды. Ол қанша табыс тапты? Жылына шамамен 10 миллион. Бұл гангстер көшбасшысы үшін аз ғана сома. Себебі табыстың көп бөлігі команданың жалақысына, полиция мен саясаткерлерге пара беруге кеткен. Аль Капоненің соңы. Аль Капоне сияқты ықпалды адамдар не өлтірді? Екі нәрсе: салық және сифилис. Мемлекет оны кісі өлтіру, тонау және алкогольді заңсыз саудалау үшін қамауға ала алмады. Капоне не заңды айналу етті, не параның көмегімен бәрін бақылап отырды. Содан кейін президент Гувер салық жағынан келуге шешім қабылдады. Аль Капоне 1932 жылы салық төлеуден жалтарғаны үшін қамауға алынды. Ол бұрынғыдай 1-2 айдан кейін босатылатынына сенімді болды. Бірақ жоқ. Сот 11 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Көп ұзамай мемлекет Капонені бандиттермен байланысын үзу үшін шалғайдағы Алькатрас түрмесіне жіберді. 1920 жылдардың ортасында дәрігерлер Аль Капонеге сифилис деген диагноз қойды. Тіпті ұсталғанға дейін оның жағдайы нашарлады. 1939 жылы түрмеден арнайы емдеу мекемесіне ауыстырылды. Ауру жүйке жүйесі мен мидың асқынуын тудырды. Оның 1940 жылдан бастап жазған хаттары жиі үйлесімсіз болып, көп ұзамай психикалық ауруханаға ауыстырылды. 1947 жылдың басында ол инсульт алды, ал 25 қаңтарда Капоне қайтыс болды. Тарихтағы ең атақты гангстердің сұмдық құлдырауы осындай болды.